халық емінің біздің денсаулығымызға қаншалықты пайдасы бар және біздің денсаулығымыз арқылы біздің энергиямызды көтеру арқылы табысымызға қалай әсер ететінін бүгінгі подкастта айтатын боламыз. Қазақта не дейді? Бұл бас бармақ деп айтады. Бұл басқа жауап берген үшін бұны бастан аламыз осы сабаққа келді істеп берді, 1 жыл болды. Содан бері кәдімгі вообще ауырмайды сонда. Қай жерге қойылды, сол жерге пайдасы бар. И екінші тарабы бұл қан айналымын реттейді. Мынау қан шыққан кезде орнына ойған келеді. Былайша айтқанда машинаның майын ауыстырған сияқты ғой. Мен шәкірттеріме айтамын, ақшаға қызықпаңдар. Ең главный нәрсе бұл денсаулық. Пайдасы берді ма, ол ақшаның өзі ақ келеді деп. Қан алудың тағы да жалпы қандай пайдалары бар? Не үшін адам қан ауыстырып отыру керек? Жаңа хиджама дейміз ғой, иә. Мысалы, мұрнынан қан алатын болса, Алланың мейірімі да. Қанай беру керек. Негізі қанаса мұрны оқалап дальше шығарып тастау керек та. Значит, біздің ақшамыздың да көп болуына әсер етеді. Егер наверное кәсіпкерлер көріп отқан болатын болса, жағдайы жақсы адамдардың денсаулығы жақсырақ келеді екен әлемде. Иә. Уже ми жұмыс жасады ғой, жаңа шертпе хиджамадан кейін. Неге? Өйткені тырысып тұрған тамырлардың бәріндегі қандардың бәрі босады. Иә, ұйқыдан тұрғанда шаршап тұратындар міндетті түрде шертпеге, хиджамаға барған жақсы. Көзің ашылады, энергияң көтеріледі, ой өрісіңе әсер етеді ғой. Өзім жасап жүрген кезде 2,5-3 миллион болатын еді. Қазір командамыз бар, 25 миллионға дейін жеткенбіз ауырады. Қазір Қазақстанда көп адам білмейді, шертпеде только тиісу ғана деп ойлайды негізі. Оның артында қанша нәрселер жатыр. Қою тамағы жеген сайын адамның қаны қойланады и давление көтеріледі. И атадан балаға давлениеден келе жатыр деген сөз сол. Бір аптада 5 күн сорпа ішіңіз. Сиырдың етінде 80% судан тұрады. Сонда біз су сатып жүрміз ба дейді. Қалай уақыт тауып отырсыз? Қалай кәсіпкерлер уақыт таппай жатыр осы видеолар түсіруге, жаңағыдай жасауға? Жоспар ғой негізінде. Сәлем, қайырлы күн. Бүгін өндіріс саят менің каналымда, ребята, подкаст, келесі кезекті подкаст. Менде бүгін қонақта осы шертпе жалпы, шертпе бойынша Қазақстанда ең танымал адамдардың бірі Өтегенов Өмірзақ мырза. Өмеке, қалайсыз? Қалай келдіңіз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы. Керемет. Қалай Алматының пробкасымен нормально жетіп алдыңыз ба? Жеттік, аман есен, иә. Студияны тауып келе алдыңыз ба? Тауып келе алдық, бірақ пробка жаман екен. Жақсы. Өмеке, өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз. Так, есімім Өмірзақ, фамилиям Өтегенов. Осы хиджама саласында 5 жыл болып жатыр ғой, құдай қаласа. 5 жылда бір 40 мың почти адам қабылдаппыз хиджама саласында. Бір жылда 10 мың адам жасаппыз. Шертпесі бар, хиджамасы бар. Енді шертпе туралы сұрақтар болса, любой сұраққа жауап бере аламын негізінде. Мен өзім 4 баласы бар әкемін. Жақсы. Жалпы мен Өмекеңді танимын, Өмірзақ мырзаны білемін, сосы жаңағыдай шертпе саласында жаңада айттым ғой, ең номер 1 деп танимын. Неге? Өйткені 40 мың адамды өзінен өткізген. Енді менің ойымша Қазақстанда 40 мың адамға шертпе жасаған немесе хиджама жасаған эксперт аз негізі. Сондықтан да бүгінгі подкаст осы халық емінің біздің денсаулығымызға қаншалықты пайдасы бар және біздің денсаулығымыз арқылы біздің энергиямызды көтеру арқылы табысымызға қалай әсер ететінін бүгінгі подкастта айтатын боламыз. Сондықтан да подкастты соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Елім, кеттік, ары қарай жалғастырайық. Өмеке, жалпы осы бұл салаға қайдан келдіңіз? Қақтан келдіңіз? Бұл салаға негізі кішкентай кезінде мен ауырып өскен ғой негізі. 27 жасыма дейін ауырғанмын. Осы салаға келместен алдым, мен көп дәрілер қабылдағанмын. Ангина дейді ғой, ангинамыз ісіп, ауырып, даусым шықпай қалатын еді. Оны обязательно скорый шақырып, скорый қазір қабылдамайды қазір. Просто келеді, тексереді, сонымен арға жіберіп жүреді. Сонымен укол қабылдап жүрген кезде, мына қазір жамбасым, құйрығым былайша айтқанда безі кеткен, укол салынбайды негізінде. Қайта укол ала береміз. Датаво сондай укол кеткенде, мысалы, жылына 4 рет 5 рет ауырып қаламын. Оны әрқайсысына 10 күннен укол салатын болса, уже кетті. Ол организм иммунитетіміз полный түсіп кетеді. Сонымен бір хиджама жасайтын досым болады. Сонымен ангинам ұстап қалған. Сонымен ол айтты маған, кесе мен саған жасап берейін деп. Бірақ мен хиджама десе мен қорқатын едім. Жаңа хиджама жасайын деп шақырады, барамыз үйіне. Сонымен арқамызға хиджама жасайды. Хиджама жасаған кезде бір тіледі ғой денеңді. Бір андай қытықтап жатқан сияқты болып тұрады негізі. Сонымен алады. 2 күннен кейін қарасам ангинам жоқ. Бірақ мен укол дәрі салатын болсам, как бір апта 7 күн ангинам ауырып жүретін еді. Бірақ ана 2 күн ішінде кәдімгі жазылып кетті толықтай.
дауысым өзгеріп кетті. Осы жерде мен Өмекең, менің студентім, жаңа білетіндер болатын болса, менде жекеде қанша біраз болды бізде оқып жүргеніңізге. Уже бір 2 жыл болды мен қасымда жекеде оқып жүргеніне, Аллаға шүкір, кәсібі де өзі де дамып келе жатыр. И айтқым келіп жатқаны бұл жерде, Өмеке есіңізде ма? Алдында осы менде де ангина деген кезімде. Иә. Сіз бір ретте сабақта, прям сабақ барысында заттарын өзіңізбен алып келіп, и мен қолыма мынандай кім көрген, кім істегендер бар ма екен аудиториямда, кәдімгі инені былай қояды да, и нәрге тығады да инені қаналады, мынандай жерден. Бұл ангинаға сондай, мынандай ғой негізі, мынау саусақ. Қазақта не дейді? Бұл бас бармақ деп айтады. Бұл басқа жауап берген үшін бұны бастан аламыз, осыны саусақтың екі жағынан аламыз. Бас бармақ деп. Иә, бас бармақ сол үшін бастан алады. Бұл былайша айтқанда меридиан каналдар тамақтан кетеді уже. Сосын жөтел бар. Кейбір адамдар жөтел қайта мазалай беретін болса, осы құлақтан қан аламыз. Бұл құлақтың өзінің ангинаға жақсы көмектеседі. Жоқ, сол кезде деймін да, Өмеке, сол кезде біз менен алды, ол қанша уақыт болды? 1 жыл болды ма? Или 6 ай, 7-8 ай ма? Жоқ, былтыр ғой, 1 жылдай болып қалды. Содан бері, шынымды айтайын, халқым, елім мені көріп жатқан, содан бері әлі бір рет болсын ангина болмадым. Оған дейін өмір тамағым ауырып қала беріп жүрді. Мұздай ішем, тамағым ұстап қалады, мұздай ішем, тамағым ұстап қалады. Қазір күніге мұздай ішсем де, сол бір неден кейін, маған оның алдында айтқан тоң достарым рекомендовать етіп, соны бір істетіп ашты, тамағың кетеді деді. Кейін Өмекең айттым, Өмеке сізде чотам десем, мен де істеймін ондай, біз сонымен айналысам ғой мен деді. Болды, онда істеп беріңізші дедім, сабаққа келді істеп берді, 1 жыл болды. Содан бері кәдімгі вообще ауырмайды сонда. Ол жақсы, әдемі. Кейбір адамдарда бір 2-3 сеанс жасату керек та. Кейбір адамдар бір сеанс көмектеспей қалады. Ол соған байланысты. Мен де мысалы жасаттым, бір 5-6 рет жасаттым өзім. Ойлаңызшы, 27 жылдан бері ангинамен ауырамын. Маған уже 5-6 рет жасағаннан кейін кетті. Бірақ қосымша хижама жасадық та. Хижама жасаған кезде арқадан полный жасалады. Жасалған кезде адамның иммунитеті көтеріледі. Ол сол кезде уже ангина деген бұл фильтр ғой бұл. Мысалы су ішіп жатырмыз, мұздай су ішеміз, мороженое жейміз, бұл фильтр. Мына жағы қызарып стап болады. Бұл асқазанға түспейді ол. Асқазанға түсетін болса, ішкі құрылыстың бәрін мұздатып қоятын еді, ауыртып қоятын еді. Сол үшін ангинасы бар. Мысалы мұрынның жүні бар, құлақтың несі бар деген сияқты, кірпігіміз бар, бұның бәрі фильтр. Қорғайтын ғой ұстап. Иә, қорғайтын. Мысалы мына кірпік болмаса, ішке шаң, тозаң кіріп кетеді мысалы. Бұл сол сияқты ангина да сондай. Бұл фильтр. Бұл фильтрді біреулер алдырып тастайды, бірақ ангина бола береді. Ана жаңағыдағы емделіп алмаса, бұл кәдімгідей қайта мазалай беретін сол. Сонда қараңыз, жаңа жерге ораламыз қайдан. Сіз өзіңіз бағанағы әр нәрсені қабылдап, укол сағаннан датау бағана жамбасыңыз жарамай қалды укол қабылдауға даже. Сол кезде хижама қабылдадыңыз, кетті. Хижама жасадық, 2 күн алдым ғой, енді бір күн алдым, бір күннен кейін тағы алдым, еще алдым. Сол кезде ангина кетті. Сонымен осы сала маған қызық болды. Неге? Өйткені мен бір досыммен көшеде жүріп келе жатқан кезде ана досыма бір кісілер амандасады да. Ассалаумағалейкум, осындай, қалайсыз, бәрі жақсы ма? Өткенде керемет болып қалдым, жақсы болып қалдым деп анаған полный рахметін айтып жатыр. Енді сол кезде мен кішкене қызғаныш болды. Неге маған айтпайды сол кісілер деген сияқты. Сонымен сол жігітті мен тоже бір қонаққа шақырамын. Бәрі отбасымызда отырмыз, Құран оқытып отырмыз. Туған туысқанның бәрі соның аузына қарап тұр ғой. Мына жерім ауырса не болады, мына жерім ауырса не болады, қалай кетіруге болады деген кезде, ана жерде мен өзім қызғанып қалдым негізі. Тура осы нәрсе негізі мен өзім істесем болар еді ғой деген сияқты ше. Сонымен Аллаға шүкір сол кезде қызғанғанда дұрыс болған сияқты. Бір қызғанғанда андай қызғаныш емес, просто анау. Неге мен көмектеспеске деген сияқты ше. Иә, белая зависть десеңізші. Сонымен сол салада енді үйрендік, Аллаға шүкір, қанша практикада жүрдік. Сол салаға кірдіңіз. Сол кезде кіргенім бар, иә. Кеше мен Астанада жүрмін. Бір кәсіпкермен кездесу болып қалды, сол кездесуде сөйлесіп қалдық та. Сөйтсек, әйелімен өзі осознанный, өте андай мейірімді жақсы адамдар екен. Біз ниша таңдаған кезде, сала таңдаған кезде бизнес ойландық, ары қарадық, бері қарадық, бізге ол сала міндетті түрде жаңағыдай адамдар рахмет айтатын, благодарить ететіндей сала болу керек болды дейді. Сосын адамның денсаулығына пайдалы сала болу керек болды дейді. Жаңа адамның денсаулығына пайда беретін. Сонда адамдардан алғыс алу керек, оның денсаулығын түзеу керек. Сондай ниша іздедік та, и біз бағанағы өздерінің саласын ашыпты, лечебный центр. Ол жаңағыдай тоже лечебный центр, бірақ оларда уже жаңағыдай бағана капельницамен тағы басқамен витаминдермен емдейді, бірақ сонда да ғалымдардың алғысы келген екен да. Сонда ойладым да, сондай призмамен де кәсіп бастаған екен ғой депші. Бастардың алдында ниша таңдауда.
Вот. Менде сондай болды ғой. Өйткені мен сіздікі ұқсап тұр да. Иә, мен больницада жатқан кезде ангинамен ауырғандар көп болды. Температура неғандар жаңағыдай жас балдар қазір сондай негізі. Сол кезде бастап негізі көп адамдар неге ауырады? Мен соны зерттедім да. Мен өзімде жаңағыдай туысқандарым бар, жас кезінен бастап, 1 жас, 2 жас кезде мороженое береді балдарына. Сөйтіп мороженое береді, әйел кісі өзі жейді, мысалы сүттен кетеді мысалы. Оны жеген кезде бала содан бастап иммунитеті төмендей бастайды ана баланың. Тамақ ауырады, уже мамасы мысалы 2 қабат кезінде де мороженое жеуі мүмкін, мұздай су ішу мүмкін. Оның бәрі балаға өтеді ғой. Сол уақыттарда уже содан басталады ғой негізінде. Мұздай су ішкеннен, мороженое жегеннен басталады. И оны өскен сайын ол емдей алмайды. Ол қазірден бастап мысалы 2 қабат әйелдер болсын, жаңағы жас балдар болсын, ешкімге мұздай су, жаңағыдай мороженое бермеу керек жаңағы жастарға. Қанша жасқа дейін? Ол 5-6 жасқа дейін ғой негізінде. 5-6 жасқа дейін мороженое мен балама беріп қояды екенмін ше, әр садиктен қайтқаннан кейін. Қазір мен ойланып отырмын. Ол мороженое жеген сайын оның тамақ қызара береді негізі. Ол тамақ қызара. Ауырмаса да даже, ауырмаса да даже. Болады. Бізге бұрын бүйтетін еді мамамыз, мороженое алып бөліп береді и қасық қосып, арасына кішкене жылы су қосып береді. Қайнаған суда, ана мороженое араластырып жібересің, сөйтіп тамаққа барамын дегенше жылып барады. А біз не істейміз? Мұздайын ұрамыз ғой. Мұздайын. Өйтіп мұздарын жеп жатады ғой кейбіреулер. Иә. Сондай болады. Енді қараңыз, бұл сала деген нәрсе сол. Больницаға жатқан кезде көп больницада жататын адамдар, жаңағы мамасымен жатар, жас балдардың өздері жатады. Сол кезде орын жоқ. Жаңағыда ангинасымен ауырған көп кісілер. Мысалы, сол жерде мен байқадым, сол кезде мәссаған соларға да көмек беру керек. Неге? Өйткені бізге көп келетін кісілердің көбісі жас балдар. Үлкен кісілер де бар. 30 жыл болған, 40 жыл болған үлкен апаларымыз келеді. Вот сол жасаған кезде уже кете бастайды ол кісілерді. Кейбір адамда 1 сеанстан болса, кейбір адамда 3-4 сеанстан жақсы болып кетеді негізі. Ал сізде именно давай, өзіңіз именно қандай нәрсе жаңағыдай нәрселер жасайсыз? Қандай ем-домдар жасайсыз? Жаңағы хиджамасы бар, иә? Біздер келген кезде кейбір адамдарда бас ауыру болса, мысалы шертпе жасаймыз. Шертпеден кейін комплексі болғаннан кейін арқасына хиджама жасаймыз. Кейбір адамдар бар, массаж бірінші алады. Бізде массаж бар тоже. Массаж алғаннан кейін хиджама жасаймыз. Массаждан кейін хиджама қан алған кезде қан көбірек шығады. Массаж бірінші жасалғаннан кейін уже хиджама жасап отқан кезде қан көп шығады. Неге? Өйткені қан айнам жақсарады. Жақсы. Қараңыз, давай, шертпе бар, бірінші. Шертпе бар. Сосын хиджама бар. Арқаға жасалады, иә? Бізде аяққа да жасайтын бар. Аяққа да хиджама мол? Аяққа да хиджама жасаймыз. Сосын аллергия бар. Аллергияға не істейсіздер? Аллергияға мұрынның ішінен жасаймыз біздер. Ана болады ғой, түшкіреді, мұрнынан су ағады, көзден жас шығады, мұрнынан су шығады деген сияқты қышиды. Соған сіздер мұрынның ішінен жасаймыз біздер, иә, аллергия. Мұрынның ішінен де. Сонда қараңыз, ең бірінші шертпе ол бастан, который мына жерден жаңағы тесіп қан ағады ғой, көрген шығармыз көбіміз. Вот ол адамға неге пайдалы ол? Бұл жаңағындай бас ауруға жақсы көмектеседі. Ол бас ауыру, давление, құлақ шыңылдау, көз, мысалы, желкеге де көмектеседі. Бізде бір кісілер болды, шашқа да көмектескен Аллахтың қалауымен. Шаш өскен. Маңдайдағында ше. Сонымен шаш өскен кезде бізге айтты, осыны өмірзақ шашым өсті деп. 2-ші сеансына келді бізге ше. Осы Алматының өзінде. Сосын егер шаш жақсы, ол жаңағы басқа, одан кейін мұрынға істейтін ол жаңағы аллергияларға көбінесе. Аллергия, гайморит екеуі бірге. Екеуі бірге. Одан кейін арқаға хиджама ол неге көбінесе? Мысалы желке тартады, мысалы, жауырында жабысып қалады. Бауыр, бүйрек, жалпы қай жерге точкаға қойылады, сол жерге пайдасы бар негізі хиджама деген. Мысалы аяқ болса аяқта варикоз болса варикозға қоямыз, табан жылмайды, табанға қойып береміз тоже. Қай жерге қойылды, сол жерге пайдасы бар. И екінші тарабы бұл қан айнаны реттейді. Мынау қан шыққан кезде орнына новый қан келеді. Былайша айтқанда машинаның майын ауыстырған сияқты ғой. Сонда в общем 5 процедура ма? Қанша деп айтамыз? 5-6 ғой негізінде. Сол 5-6 процедура. Бәрін өз қолыңызбен өзіңіз жасай аласыз. Өзіміз жасаймыз, иә. Бұл ем түрі вообще осы шертпе деп айтамыз ғой, хиджама бұл қақтан шыққан, қашаннан бері бар? Шертпе негізі бұл қазақ даласында болған, түрік деп айтамыз ғой жалпы, түрік қағанат. Ол содан бастап бар дейді, бірақ енді кім шығарған білмейміз. Жалпы қазақ несінде көп жасаған. Кезінде бұл дәрі шыққан кезде, жаңа Союздың кезінде бұл шертпені үйіне барып жасаған екен, әсіресе молда кісілер. Әр ауылға барады да, бәрін жинап, сол кезде мынандай шаққысы болады екен, жаңа шертіп жібереді маңдайынан. Сөйтіп үлкен шелекке ағызатын болған, сосын топырақты ашып қойып, сол топырақтың ішіне ағызатын болған да, көміп тастайды. Бұл кезінде жақсы болған. Маған бір кісі келді, үлкен кісі, өмірзақ дейді, сенесің бе дейді, 20 жыл алдын жасап еді маған бір кісі дейді, содан кейін басым ауырған емес дейді да. Сонымен іздеп келіпті жаңа шертпе.
оған дейін шертпен көрмеген екен. Еще 20 жыл бірақ жасатқан болды, содан кейін есімде жоқ та. Аха. Мені көрген кейін маған хабарласып келген екен, сол айтып жатыр. Мен менікі сияқты екен да, 1 жылдан бері қойып кеткенше, бір-ақ рет істеп, ал сол үшін екен ғой, сіз осы емшілер, сіз әсіресе бүкіл Қазақстанды аралап жүресіз ғой, әр қалаға барып адамдарды емдеп, жаңағыдай адамдар сізге көп адам келеді, қалай өзі жалпы? Бізде негізі мынандай, субота воскресенье көп қабылдаймыз, басқа қалаларда. Алматыда не дейді, 24 сағат не дейді, 24/7 ғой. 24/7, хабарласып алып келіп жасай береміз негізі. Басқа қалаларда уже субота воскресенье күнге дайындаймыз. Мысалы, адамдар келген кезде бір адам может 2-3 процедура алып кетуі мүмкін. Мысалы, сонымен адамдар жақсарады. Мысалы, ангинасы болады, бас ауырады, аллергиясы бар, үшеуін алып кетеді сразу. Әр қаладан сұраныс болғаннан кейін әр қаланы аралайсыздар ғой сонда? Бүкіл қала. Қазір мен бұрын баратын едім, қазір мен шәкірттерімді жіберіп жатырмын. Мысалы, шәкірттерім бар, олар өздері барып дайындаймыз. Осындай кісілер келеді, жасап бер деп. Бірақ мен жіберген кезде мен шәкірттерімді таңдап жіберемін ғой. Мысалы, жақсы істей алатын, жақсы қолдан келетін кісілер болатын ба. Мен шәкірттеріме айтамын, ақшаға қызықпаңдар. Ең главный нәрсе бұл денсаулық. Пайдасы берді ма, ол ақшаның өзі ақ келеді деп. Қан алудың тағы да жалпы қандай пайдалары бар? Не үшін адам қан ауыстырып отыру керек? Жаңа хиджама дейміз ғой, Бұл хиджама болсын, шертпе болсын, бұл негізі хиджаманы айтып кетейінші мен. Хиджама ол екіге бөлінеді. Бұл хиджаманың өзі қан алу, қан сору деген мағынаны білдіреді. Мұрнынан қан шықса да, саусағын кесіп алсаң да, бұл хиджама болып есептеледі. Сосын новый машина алсаңыз да, бұл бәрі майын ауыстырып тұрасыз. Ескі болсын, новый болсын, сондай адамдар туылғаннан бастап негізі хиджама алу керек. Жаңа айтып отырмыз ғой, телевизор. Әркім үйінде жаңа бір телевизор бар, сол сияқты әр адам алу керек. Әйелі болсын, қызы болсын, жаңа жігіті болсын. Имеется в виду, әр адам үй алған кезде телевизор алатындай, тура сол сияқты сен де өз денсаулығыңа қарау үшін сен де жаңағыдай шертпе, хиджама алу керек. Хиджама алып отыру керек. Өйткені қан тазарады. Анау біздер қарайған қан деп айтамыз, қарайып кетті. Ұрсамыз, жеңгелерім ұрсады, мамаларым ұрсады, қанымды қарайтын сен деген сияқты. Бұл қан, ол қазақ дана ғой негізінде. Осы нәрсені біліп тұрып айтқан ғой негізінде. Ашуланған кезде, уайымдаған кезде қан қарайып кетеді екен адам қан. Сол қарайған қанды аламыз біздер. Сонда тағы жаңа айтып қалдыңыз да, қауыл қанап кеткен кезде, тағы бір нәрсе болып кеткен кезде, ол уже қан тоже алынып жатқан болады ғой, сондай ағады ғой негізі өзі бай. Бұл қан шығады. Мысалы, біреулер бар, жұмыс жасап жүреді постоянно жұмыс жасап жүрген кезде мұрын қанайды. Мен мұрын қанай беріп тоқтамай жатыр деп айтады. Наоборот, сол кезде может оқалап шығарып тастау керек қандарды. Неге? Өйткені анау қан шықты, новый қан келеді орнына. Бұл негізі мынандай нәрсе ғой, адам денесінде 4 жұқа тамырлар бар. Біріншісі мұрын, көз, ми, сосын жүректе. Мысалы, мұрыннан қан алатын болса, Алланың мейірімі да. Қанай беру керек. Негізі қанаса мұрын оқалап дальше шығарып тастау керек та. Енді көз қанайтын болса, тамырлар жарылатын болса, уже не істейді, ол жерде көз көрмей қалады. Ана бастан, миден жарылатын болса, уже инсульт болып қалады, мысалы. Инсульт болуы мүмкін. Мысалы, жүректен болса, уже инфаркт болады. Уже 50-50 ғой. Сонда 4 шығатын жерден мұрыннан шыққаны абзал десең. Абзал, мұрыннан шыққан қан жақсы, Егер мұрындарыңыз қаны шығатын болса, шығарып тастаңыздар, Сол выгодно, да? Өйткені тегін хиджама ол. Сонда қара енді, адам енді қанымды ауыстырайын деп, әркім өзінің қолын кесіп, или мұрнын қанатып жүрмейді ғой. Сол үшін хиджамаға барған дұрыс та, кәдімгі шығару жолы. Қазір көп адам мұрын қанамайды. Бұрын қанайтеді, менікі қазір қанамайды. Неге? Өйткені уже екінші, үшінші жаңа миға, көзге, жүрекке жарылу қаупі бар деген сөз. Сол үшін хиджама жасату керек. Өйткені бір кісілер келеді, хиджама жасатқан, бірақ дұрыс эффект болмаған дейді да. Көп кездер солай келеді. Біз айтамыз, бізде курс лечения бар. Мен уже 40 000 адам қабылдадым, мен әрқайсысын көреміз, мысалы 6 айда жасап көреміз, 3 айда жасап көреміз, уже результат таптық біздер, Аллаға шүкір. Бірақ комплексін алатын болса, адам жазылады. Оның өзінде диета сақтау керек екен. Диетаң дұрыс болатын болса, қан әлем жақсарады екен. Көрдіңіз ба? Сол үшін диетаға да байланысы бар. Сонда адам вообще жылына қанша рет бару керек хиджамаға немесе бағанағы? Так, бір адам мысалы бір келетін болса, бір 3 сеанс алу керек. Одан кейін арғай уже 6 айдан кейін алуға болады. Мысалы солай. Біздер не істейміз? Көп кісі хиджамистер бүйтіп айтады деген, 6 айдан кейін кел деп. Ол негізі өте қате. Өйткені ауырған адам ол 6 айға дейін барып емделмейді ғой, сен уже ауыр өліп қаласың ғой. Сол моментте негізі күніге алуға болмайды, айына хотя бы 1 рет немесе 2 айда 1 рет алатын болса, адам организм тазарады. Біреулер бар, 6 айдан кейін келіңдер деп айтады. Ол 6 айға дейін жазылып жүрмейді ғой. Мысалы басың ауырып жүр или давлениең көтеріліп жүр, болды сен 6 айдан кейін кел деп айтса,
сен давлениең көтеріліп өлесің ғой бір күні, құдай сақтасын. Иә. Сол үшін жиі жасалу керек та. Сонда қаның айналып тұрады, ол біздің энергиямызға әсер етеді ғой. Ол энергия жақсы көмектеседі. Енді біз қараңыз, ол кезде біз ауырмасақ, басымыз ауырмаса, вообще в целом ауырмасақ, энергиямыз бойымызда болатын болса, ал оны біз энергия тең ақша ғой. Значит, біздің ақшамыздың да көп болуына әсер етеді, егер мына жерде кәсіпкерлер көріп отқан болатын болса. Қандай жағдайда шертпе жасауға болады? Жалпы қандай жағдайда шертпе жасауға болады? Шертпе негізі ауырмай жатып жасауға болады. Мысалы біз қазақта мынандай сөз бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Біздің көп қазақтар основной ауырып өлейін деп отқанда келеді екен. Мысалы больницаға барса да, біз былтыр шетелге шықтық қой. Иә. Сол кезде біз бір кісімен сөйлесіп қалдық. Сөйтіп үлкен кісі екен, бір 60-да ма 70-те ма келіншегімен қатар жүр екен. Сөйтіп ол кісі айтады, сізді балаңыз алып келдік пе деп сөйлеп отырмық, жаңа қасымызда бір переводчик бар. Жоқ деп, мен өзім келдім дейді. Сөйтсек ол әлемді аралап жүр екен. Денсаулығын қарасаң, денсаулығы жақсы. Сөйтіп сұраймыз ғой, денсаулығы жақсы екен, қалай күтім қалай десек, олар айтады екен, уақытылы емделіп отырады. Тексеріліп отырады, ауырса да ауырмаса тексеріліп отырады екен. Ауру шықты ма емделіп алады, болды. Біздің қазақтар не істейді? Ауырып өлейін деп отқан кезде барып емделеді да. Содан кейін қазір көбісінде сондай. Біздің үлкен кісілердің көбісі шетелден қарағанда біз ой өрісіміз сәл төмендеу ғой. Неге? Өйткені біздің мақсатымыз только мынандай, пенсияға шығу. Болды, арғай уже пенсиямен емделеміз деген сияқты болады да. Аналар наоборот пенсиядан уже әлемді аралап жүр. Өмір сүреді ары қарай. Өмір сүреді. Соған дейін, может быть, жаңағы энергия бар кезде жұмыс жасайды, 50-ге дейін, 40-қа дейін, сөйтіп состояние жасап, ары қарай уже әлем аралайды. Мен де өмірімде сөйткім келеді. Мен өзімде 40-қа дейін $40 миллион капитал істегім келеді. Алла бұйыртса, чтобы 40-тан кейін спокойно вообще бүкіл әлемді аралап, спокойно өмір сүргім келеді. Бірақ осы мәселе өте қызық мәселе. Негізі ше, неге бізде адамдар обязательно ауырып барады? Сонда ауырмай жүріп баратын болсаң, энергияңды көтеріп жүрсең, осыны біз ойландық та алдында Астанада жүрген кезде ше. Егер жүрсек та, мысалы, ауырмай жатып та біз тексеріліп қарап, қандай витаминдер жетіспей жатыр, қандай витаминдерді толықтырып қою керек, қанымызды бір айландырып, жаңағыдай ауыстырып қойып деген сияқты нәрселермен заниматься етіп жүретін болсақ, ауырмайтын ек. Ауырмау денсаулығымыз жақсы болуы, энергиямыздың жақсы болуы. Энергия айтып отырмын ғой, ары қарай жұмысың дұрысталады да, мысалы. Бізде адамдар соны керісінше осы моментте. Бұған кішкене білім жетпей ма? Так, мен бірдеңе айта салайыншы. Бізде мынандай ғой, кішкентай кезден бастап жұмыс жасаймыз ғой біздер, шымкенттік болғаннан кейін кішкентай кезден бастап жұмыс жасаймыз. Сол кезде ауырып жатыр дейтін болса, біздің әке-шешеміз ұрсатын еді. Не, сен өлейін деп жатсың ба деп. Ол сол моменттен басталады екен ғой негізінде. Миға құйып тастайды. Уже сен ауырып өлейін деп жатқан кезде ғана демаласың ғой ауылда жүрген кезде. Ауыруға болмайды. Ауыруға болмайды. Ауыратын болсаң, как будто өзің бір кінәлі сезінесің. Бір біз армияда жүрген кезде айтатын еді, косыр деп. Как сондай болып тұрасың ғой негізінде. Ал содан басталған екен, уже сен уже миыңа кіріп қалады. Бір өлейін деп отқан кезде сен жағдайың жақсы ғой қазір пока что. Ауырып өлейін деп отқанда барады ғой, өйткені давление көтеріледі, дәрі ішеді, система салады, давление түспейді. Вот сол кезде ғана бізге келеді да. Негізі мынау нәрсе, хиджама болсын, массаж болсын, бұл уақытылы барып тұратын, бір сауықтыру дейді, сау кезінде баратын нәрсе негізінде. Біздер не істейді? Бір жерге хиджамаға бардым, эффект жоқ дейді. Мен айтамын да, сіз қай кезде барыңыз? Ауырып келген кезде ме десем, иә дейді. Ауырмайтын кезде жасаған кезде анау ауырмайтын еді да негізінде. Иә, соғы мысалы негізі бүйтіп чат GPT-ден сұрасақ, немесе былай қарайтын болсақ, чат GPT-ден сұрауға болады ше. Негізі жағдайы жақсы адамдардың денсаулығы жақсырақ келеді екен әлемде. Андай емес та, бәрі бүйтіп ойлайды ғой басқаша. Ой, бай болған, мен денсаулық маңызды, бірінші орында. Денсаулық дейді ғой, енді әңгіме жоқ, денсаулық дейді бірінші орында да. Бірақ бай болса қайтейін, денсаулық Алла бермесе деген сияқты қалады да. Осындай бір контекстті әңгімелер айтады адамдар. Бірақ байқасақ, әлемде дені сау адамдардың көбісі байлар. Яғни бай адамдардың көбірек дені сау болады екен. Ең қызығы, кеше мен Астанада сөйлесіп отырмын, тоже осындай ем саласында процедурный жалпы бар кәсіпкерлермен. Оказывается, оларға детокс центрлеріне миллионерлер көбірек келеді екен. Реально миллионерлер көбірек келеді екен. Олар айтады, ауырып келмейді дейді. Просто келеді, тексеріледі дейді. Полный білет, жаңа витамин қайсысы не жетпей жатыр. И соған байланысты әрекеттерін жасап, өздерінің энергиясын көтеріп жүреді екен. Мен ойландым да, неге біз шынымен де, бірақ енді ол көп, мен бүйтіп ойладым сосын ше, мүмкін ол бағанағы сіздің айтқаныңызға 100% келісем. Кішкентай кезімізден бастап ауыруға болмайды деп, ауырсақ ұят болады, ауырсақ ұрыс естиміз, сол үшін ауырғаныңды айтпайсың, жасырасын. Сөйтіп жүрген, ол біздің уже подсознаниямыздан болып тұр. Екіншіден, енді
ақша жоқтықтан ба, может адамдар өзінің тамақ памағына, жаңа жүріс тұрысымен үйіне ақша жеткізе алмай жүрген кезде көп адам өзінің емін ойлауды, жаңа еміне ақша құрта алмай қалатын шығар. Мүмкін осындай ма екен? Так, мен өткенде сондай жағдай болды. Қарызға кіріп кеттім осы жақында. 2,5 миллионға ма сөйттім да, анау үстімнен зіл басып тұр ғой, шаршағанымыз бар. Сосын жаңағындай энергиям түсіп кеткен, сөйттім де бір күн ба 2 күн ұйықтап демалып алдым. Сөйттім де состоянием дұрылап алдым да, хижамам шертіп бере саттым. Сөйттім де енді қараңызшы, біз реклама жібереміз ғой, реклама жіберген кезде қымбат болып кетті. Қымбат болып кетті кәдімгідей. Литтің бағасы қымбат. Мен хабарласам сол кезде. Иә. И содан кейін таргет жібереміз, литтің бағасы почти $4 түсіп кетті. Сол кезде уже ми жұмыс жасады ғой, жаңағы шертпе хижамадан кейін. Неге? Өйткені тырысып тұрған тамырлардың бәрінде қандардың бәрі босады. Сол уақытта мен қазір бұны ешкімге айтқан жоқ едім негізі. Сонымен бізде бір шертпенің бағасы 15 000 теңге. Біздер адамға айтады екенбіз, шертпе жасадыңыз, одан кейін 2-3 күннен кейін хижамаға кел деп. Сол уақыттарда біз бүйттік, давай неге хижаманы бірге жасамасқа сразу. Көп кісілер шертпені алады да хижамаға келмейді екен да. Оны жасат десең де жасалмайды. Өйткені денсаулық именно сол уақытта өзіне керек. Өйткені бізге де результат керек та. Өйткені хижама мен шертпен бірге алатын болса, результат не болады? Нәтиже жақсырақ болады. Нәтиже жақсы болады. Бірақ көп кісілер мен білем, келесі сеанстарда келеді ол. Хижама алдыңыз ба десем, жоқ дейді. Өйткені уақыт болмай қалады. Мысалы, біреулер бар, екінші күн келем дейді, келеді, кейбір адамдар келмейді, уақыт жоқ. Адамдарға да дұрыс қой негізі, выгодно бірге алып кете саған. Мен сол былай айттым ол кісілерге. Сіз қазір 2-3 күннен кейін келем деп келе алмай қалуыңыз мүмкін. Лучше қазір уақыт бар кезде сразу алып жеңіз. Сөйтіп, осыны жасап жүрген кезде уже адамдарға да көмегі жақсы болды и продажа да өсіп кетті менде ше. Комплексно кетті. Иә, комплексно кетті. Бірақ бізде жаңа долларымыз $4 түсіп кетті ғой. Енді ана жерде 2 процедураның 30 мыңға шығып кетті да бізде. Жаңа несінің бағасы, литтің бағасы $4. Уже 2 есе жасап алдық біздер бір адамнан. Иә. Ол алған кезде мысалы біреулер бар 2-3 сеанс келем дейді да. Ол 2-3 сеанс келеді, бірақ хижама жасалмай қалып кетеді екен. Оның өзінде ана шертпе оңай ғой, бізде маңдайын бір тесесін кетеді. Жату керек, ананы сүрту керек, анау арқан бәрі ашиды дейді. Негізі ашымайды негізінде. Егер қатты тіліп жіберетін болса, ол ашу мүмкін да. Сол үшін хижаманың пайдасын сол кезде дәлелдеп көрдім да мен өзім. Бірақ молодец, қазір как наверное бизнесмендер көріп отқан болатын болса, литтің бағасы, жаңағы ол доллар, там средний чек, кәдімгі. Бізде средний чек өсті. Кәсіпкер оқыған да енді. Оқыған. Вот, молодец. Ол нәрсені вот хиджама жасап жатқан өнер, қолдағы 4 мың адамға 40 мың адамға жасаған, енді ол салада мықты екенің бар. Енді кәсібіңді дұрыстау арқылы, үйрену арқылы кәсіп жасауды и кәсібіңізді дұрыстап жатсыз, Міне осы кәсіпкерский мышление дейді ғой, бизнесменский мышление дейді. Бизнесмендік ойлау осыған қарай өтіп жатыр да, и соған өтіп кеткен уже. Маған ұнайды да осындай әңгімелері. Вот. Бірдеңе айта салайыншы. Енді бізде лид қымбаттап кетті, жан-жақтан сұраймыз ғой, жаңағы хижамасынан өзіміз шәкірттеріміз бар, жаңағы басқа кісілерден лид қымбаттап жатыр дейді, реклама жібермейді, ақтамай жатыр. Сол уақытта біздер жаңағы не істедік, қымбат болса да жібере бердік. Бірақ жаңағы бізде средний чекті көтеріп алдық. Бізде негізі 15 мың еді, қазір уже средний чек уже 30-ға шықты. Вот содан кейін ары біз әлі дәлше реклама жіберіп жатырмыз да. Кәсіп ары қарай жүріп жатыр. Иә, кәсіп ары қарай жүріп жатыр. Қан алу арқылы адамға қандай пайдалар келетін болды сонымен? Соны толыққанды 1, 2, 3, 4 деп айт. Мысалы, ұйқы дұрыс емес кейбір адамдар, мысалы, шертпе жасаған кезде ең басында ұйқы реттеледі. Одан кейін бас ауруы қояды, одан кейін зрение ашылады кәдімгідей. Ұйқы реттеледі. Бас ауруы қояды, зрение ашылады. Зрение. Кәм? Ана мутный болып тұрады ғой, көзім бітеп, мына жерде шашаң болған кезде ше, ана жасады, уже как массаж сияқты ғой, негізі біреулер бар массаж жасап, бір 10 күн алайын күшті болып қалады ғой, шертпеден уже бір сеанста жақсы болып кетуі мүмкін да. Егер ауырып келетін болса. Көзің ашылады, ойлашы, көзің ашылады. Болады ғой кейде, кәдімгідей байқайсың ғой көзің ашылғанын. Сондай да сондай, бір. Вот сондай болады. Қан тазарады. Мысалы, кейбір адамдарда қан вообще қап-қара қою болады, ол солардың орнына новый қан келеді. Қан тазарады. Одан кейінгісі бар, желке. Кейбір адамдар бар, әсіресе водительдерде, мысалы, бизнесмендердің өзіне көп неге желке сауырады постоянно. Мысалы, соларға жақсы көмектеседі. Сосын ұйықтан тұрған кезде тоже жақсы. Неге өйткені кейбір адамдар бар, ұйықтан тұрса шаршап тұрады. Вот осы шертпе соған көмектеседі негізінде. Иә, ұйқыдан тұрғанда шаршап тұратындар міндетті түрде шертпеге, хиджамаға барған жақсы. Көзің ашылады, энергияң көтеріледі, ой өрісің әсер етеді ғой уже. Менде сондай болды жаңа айтқандай ғой.
жасалды, уже бір күн демалып алдым, одан кейін уже жақсы болып кетті ары қарай ойлана береді екенсің ғой. Ана бір сөзің бар еді сен, миллионерский мы, ол бәрі ертең қайтадан неге түсіп кетпейді дейді ана. Не дейді ана? Төменге қанша түсіп кетсе де, иә, миллионерлер қанша рет ошибка істеген, қанша рет құлаған, бірақ қайта соған келіп аласың. Өйткені сен миың миллионердің миы. Еще таксат етпейсің ғой ол кезде. Иә. Онсыз стройка жасамайсың. Торысынан қайтадан жасай бересің, сол үшін ғой. Миым жасап кеткен. Менің интенсивімда, ребят, менің тегін интенсивтарымда осы нәрселерді көп түсіндірем, көп айтам. Сондықтан да қай қалада болмасын, интенсивтарға келдер. Өмекеңді интенсивтан бастаған ғой, иә, содан бастадық қой бірінші. Интенсивтан бастап, тегіннен бастап, одан кейін жаңа деңгейді өтті, жекеге келді. Қазір енді өз саласының ең мықты, ең үздік мамандарының бірі. Енді мен ойлаймын, көбісі мойындайды деп. Негізі рынокта, сіздің салаңызда ең танымалсыз да, сізде қанша аудиторияңыз бар? Қазір 128-ім, сол екінші парақша тоже 28-ім парақша. Айтпақшы, TikTok парақшам 91 мың болған еді, блокқа түсіп кетті негізі. Енді зор жиналып келе жатыр еді негізі. Сонда вообще былай қарасаң 300 мыңда 250 мың 300 мың аудиторияңыз бар, шертпе жасайтын маман. Ребят, любой істе, әрбір салада личный брендін дамытуға болады да, сол арқылы табысыңды да көбейтуге, чегіңді да көтеруге деген сияқты. Вот соның яркий примері негізі. Сондықтан да әркім, білмеймін, бізді көріп жатқан әртүрлі бір сала болсын, Инстаграм дұрыс қолдансақ, оны да үйрендіңіз, оқыдыңыз, Былтыр, сол личный брендті мен вообще түсінбейді екенмін да. Сол личный брендтен мен видео түсуге қорқатынмын, ұялатынмын. Сол кезде енді шетпе жасап реклама жібереміз бәрі. Өзім бір-екі видеоларым қысқа қосып қоя береді екенмін сол арасына. Бірақ оның өзі жақсы болды, адам түрі мені таниды адамдар ше. Сонымен кейін былтыр 30 мың подписчикпен жаңа деңгейге бардым ғой. Сонымен личный бренд деген кезде Инстаграм түсірдік біздер. Рилстар түсірдік, сол кезде почти 2 айда ма 70 мың подписчик жинаған мен. Одан кейін қалып кетті. Қанша миллион просмотрлар бар? Ең көбі 4,5 миллионға. 4,5 миллионға дейін қаралым болған сіздің видеоларыңызда, еще экспертный видеоларда. Экспертный видео. Вот содан бір видеодан почти 18 мың подписчик келді ғой. Оның өзі жақсы екен негізі. Оның бәрі аудитория, оның бәрі танымалдылық, оның бәрі табысқа да қатты әсер етеді. Жаңа осы табыс бойынша как раз менің аудиториям, жалпы менің YouTube каналым ақша бойынша, сол үшін қанша оборот жасайсыздар месяц? Айна? Бізде айна негізі басында қашан болды? Өзім жасап жүрген кезде 2,5-3 миллион болатын еді. Қазір командамыз бар, 25 миллионға дейін жеткенбіз оборот. На пике 25 миллионға дейін в месяц, Сосын қазір Алматыда енді примерно бір 10 миллионға жақындаймыз ғой. Алматының өзі? Алматының өзінде. Бір өзі, 25 миллион оборот шертпе жасап, адамның басына, арқасына, тағы да білмеймін қандай жерлерде, тағы қандай эксперттер бар, осы салада айына 25 миллионға дейін оборот жасаған. Бұның өзі күшті міне кәсіп, дамытуға болатын. Осымен де жалпы ақша жасауға болады. Командада қанша адам жұмыс істейді қазір? Қазір негізі бұрын мынандай болды. 18 адамға дейін бардық. Бізде қазір 5 қалада филиалымыз бар еді да, одан кейін полный бәрін өздеріне жібердік. Ана өздерін даму керек болды, солардың бәрін өздерін жауып. Қазір только Алматы мен інім бар. Қазір басқа қалаларға шығады, мен өзім Серік деген інім бар. Ол мен орныма қазір басқа қалаға шығып жатыр. Қазір Алматыда мен бір өзім. Өзіңіз Алматыда? Қазір өзім жасап жатырмын. Алматыны жасап жатсыз. Алматыда жасап жатырмын. Сонда бай есептеп қарасақ, күніне 300-400 мыңға дейін сауда жасайтын кәсіпкер екенсіз да өзіңіздің салаңызда, Иә. Жақсы. Осы шертпе жасау үшін, Өмеке, шертпе жасау үшін арнайы білім керек па? Қаншалықты арнайы білім керек деп ойлайсыз? Бұл салаға негізді білім керек, арнайы білім керек. Білім болғанда медицинский обязательно болу керек. Бір саланың болу үшін алғашқы көмекті біліп алсаңыз, ол жақсы нәрсе. Сосын біздер хижаманы көп кісілерге үйретпейміз. Арнайы мысалы медицинский образованиясы барларға үйретеміз. Сосын хижаманы білетін кісілер болатын болса, соларға үйретеміз. Неге? Өйткені олар уже біледі. Біз хижаманы үйретпейміз, шертпені ғана үйретеміз да. Сосын жаңа ынтасы бар ма, ынтасы жоқ па деген сияқты соларға үйретеміз. Негізі білім деген нәрсе бұл кем емес қой. Білім ала беру керек. Әлі де біз білім іздеп жатырмыз, әлі іздеудеміз. Мысалы, қазір Қазақстанда көп адам білмейді, шертпеде только тиісу ғана деп ойлайды негізі да. Оның артында қанша нәрселер жатыр. Мысалы, біреулердің басы ісіп кетеді, біреудің басы жаңағыдай бір синяк болып қалады, в общем, көгеріп кетеді, әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, көздері қызарып кететін жағдайлар болады. Біздерде сол салада уже мен көрдім ғой, 40 мың адамда 40 мың түрлі диагноз мысалы да.
біреуде жаңағыдай бір не болып қалады, оларға көмектесеміз деген сияқты. Сосын жаңағы біздің шәкірттеріміз бар, олар сұрап отырады, мына кісіге жасауға бола ма, мына кісіге болмай ма деген сияқты. Соған кезде біздер айтамыз, жаңағы көріп айтамыз, егер жасап қойып айтатын болсаң болмайды, уже қателестің, уже жасамай жатып хабарласу керек та бізерге ше. Кері әсерін тигізіп жіберуі мүмкін адамдар бар ғой, ол қандай адамдарға шертпе жасатуға болмайды или жаңағы хиджама? Мысалы кейбір адамдар бұл болады, бас ауырып тұрады, еще екі қабат, мысалы оларға жасауға болмайды. Өйткені ол негізі жасауға бола береді, бірақ қараңыз, біз бәлесін аулақ дейміз ғой, мысалы шертпе жасадың жаңағы екі қабат әйелге, ол көшеге шықты, ит қауып алды мысалы, ит қапқан кезде ана қорқып қалады ғой, сол кезде бала түсіп қалуы мүмкін да, Құдай сақтасын. Сол кезде не істейді, ол шертпе алған едім деп не қылып қалуы мүмкін да. Сол үшін екі қабат әйелдерге болмайды, мысалы талып қалатын кісілер бар, судорогасы бар кісілер бар, қан аздарға болмайды, давлениесі төмен түскен кісілерге болмайды. Сосын давлениесі 200-ден 220-дан жоғары кісілерге болмайды мысалы. Өйткені мына қысымға мойны қысып тұрған кезде ол мына тамыр жарылып кетуі мүмкін. Өйткені ол давлениесі көтеріліп тұрған нәрсе. Ондай жалпы адамдар сіздерге барады, одан кейін сіздер соны консультация өткізу арқылы оған болатын болмайтын шешу арқылы жасайсыздар, иә? Иә, консультация сол жерде болады басында. Көздің жанарын көреміз, жаңағы қанын неғыламыз, тексереміз, мысалы сахары жоғары болады кейбір адамдарда. Сахары жоғары болатын болса біздер жасамаймыз уже. Өйткені қан тоқтамай қалуы мүмкін. Жалпы қазіргі заманауи медицина мен осы халық емі дейміз ғой сіздердікі, халық емі десек болады толыққанда. Вот айырмашылығы қандай, ара жігін қалай анықтасақ болады? Осы уақытқа дейін негізімен сол дәрімен, жаңағы уколмен жүргенмін ғой негізінде. Бірақ ол жақсы. Мен оны жамандамаймын. Әлі де мен кейбір кезде алып тұрамын. Неге? Өйткені ол бір жерге сапарға шығатын кезде, жаңағы тағы бірдеңе істейтін кезде керек болады. Мысалы, укол салдырып алсын деген сияқты. Ангина мысалы, мен уколмен емделдім, бірақ дальше емделген жоқпын. Сала бересің болды, уақытша кетіреді, қайтадан шыға береді. Ол да жақсы, оны да пайдаланамыз. Бірақ мына халықтың емі деген нәрсе бұл прямой, бұл дәрісіз ем ғой. Өйткені қан алған кезде орнына қойған келеді да, кішкене диетаңды дұрыстап жүрсең, бұл өмір бақи ауырмай қалуың мүмкін. Сол үшін халық емі дейді, халықтың арасында қолданады. Соға сонда мен былай естігем да, бір оқыдым бір жерден, ең бірінші емделгенде дейді, сөзбен емделу керек дейді да, ең бірінші сөзбен. Одан кейін барып жаңағы шөп дәрі сондайлар қолдану керек дейді. Шөп дәрілер немесе осындай бір шертпе сияқты осы халық емінші. Одан кейін барып бағанағы таблетка, жаңағы медицина қосымша ретінде. Иә, одан кейін соңында уже болмай баратқан кезде осының бәрі көмектеспесе дейді да, ондай кезде уже жаңағы ота жасайсың ғой. Вот сондайға дейін барасың. Ол уже асып кеткен кез. Иә. Бізде мынандай ғой, көп кісілер келеді, келген кезде состояниесі дұрыс емес. Мысалы келеді, қанша бір жас бала келді бізге. Өмірзаға мен бүкіл емді алып көрдім дейді да, бәрін жақсармадым дейді. Ана уколды салдырдым, системасына қойдым, бәрін. Сосын массажға бардым, инемен де емделгем дейді да, бірақ эффект жоқ дейді. Мен оны көрдім, примерно бас ауырып тұр, оны мысалы хиджама шертпе жасаңыз кетеді. Бірақ ол 2-3 сеанстан кейін кетуі мүмкін еді да. Аллахтың қалауымен. Оған айтып жатырмын да мен. Қазір жасаймыз, бірақ 2-3 сеанс келесің сен. Десем, ойбай, маған бір-ақ сеанс деп айтты ғой дейді да. Кім айтты? Тәтем айтты. Дұрыс айтқан ғой, бір-ақ рет аласың, бірақ келесі айдан кейін тағы бір келесің деген сияқты. Сонымен бір сеанстан қоймаймын дейді да. Қоймайды дедім. Сонымен екеуміз жаңағыдай не қылып қалдық, сөзге келіп қалдық. Сен апаңнан сұрамасай, сен менен сұрасай деймін да. Мен маманым ғой бұл жерде. Кейбір адамдар бір сеанстан жақсы болып кетеді. Кейбір адамдар 2-3 сеанс. Өйткені сендерде может асқынып кеткен шығар. Ауыр, әр жаңағы емге барады, ол көмектеспейді. Мен сөйтіп ана жігітті ойладым ғой, состояниесі дұрыс емес, ол миы андай да. Только бір-ақ сеанс деп келе берген ғой, может Құдай біледі, массажды бір-ақ рет алды, жаңағы иненді бір-ақ рет алған болуы мүмкін да ол. Егер толықтай алатын болса, ол емделеді. Сол үшін ниет дұрыс болу керек. Қазір мен толықтай курс аламын, одан кейін жазыламын. Мысалы, грипп болып ауырып қалатын болсақ, 5 күн кемінде укол салдырамыз. Больницаға барсаңыз да укол салатын, тура сондай ғой. 3-4 сеанс немесе 5-6 сеанста адам жақсарады. Өйткені организм тазарады. Кеп алып бірден нәтиже деп болды, мен хиджама істедім, мен ауырып жатырмын емес, қайта-қайта жүйелі түрде. Ол шифаны беретін Алла ғой. Біздер толқа себепшіміз да. Бір жасаймыз, ол арғай күтіні өзінен. Мысалы, суық тиіп қалатын болса, өткенде бір атамыз келді тағы бір кісі. Мысалы, шертпе жасаған кезде алдай өтіп кеткен, өмір жоқ, мына жерім қақсап жатыр әлі дейді, жаңағыдай, тоқырады дейді. Сөйтіп мен сол сұрадым. Аға, не болды сізге десем, жаңағыдай басым жуып қойып едім деген сияқты айтып жатыр да. Шертпеден кейін негіз басы жууға болмайды. Бірақ біздер айтқанбыз, бірақ ол жуып қойған да. Сонымен ана кісі не істейміз деп жатыр, дәл аламыз ары қарай. Дәл аламыз. Сонымен алып, сонымен кетті ана басы. Өйткені шертпе жасаған кезде бұл прямой тамыр.
душқа түсуге болмайды, баняға түсуге болмайды, мысалы салқын кондердің астында да отыруға болмайды. Неге? Прямой тамыр ашық тұрады мына жер. Сразу ұстайды сол кезде. Сол үшін күтіну керек бұл нәрседе. Ол жаңа шертпе қабылдап болғаннан кейін де, жақсы. Тағы бірдеңе айтайыншы. Біздің қазақтар мынандай ғой, ем алудан бірінші орындамыз да, негізі әлем бойынша. Бірақ күтіну жағынан ең соңғы орындамыз. Сол үшін күтінуді білу керек та біздерше. Неге? Өйткені ем көбейіп кетті ғой бізде, бірақ күтіне алмаймыз. Барлық адамдар кезде барлық емге барып жатыр, бірақ эффект жоқ дейді, бірақ күтінбейді адамдарша. Неге? Жұмысқа шығып кетеді, шомылып қоямыз, дұрыс күтінбей қоямыз, мысалы, содан кейін адамдар ауыра беретін содан. Сол өзіне қарамаймыз, Қарамайды. Өзің денсаулығың өзіңнен басқа ешкімге керек емес, өзің состояниең өзіңнен басқа ешкімге особо керек емес. И пожалуйста, следи за собой деген сияқты ғой, просто қарау керек та. Кейбір кезде болады меніңше, қинап тамақ ішетін кездерім. Болады, мен аппетитім болып тұрған жоқ, бірақ енді 3 мезгіл тамақ ішу керек қой, маған энергия керек, витамин керек, энергия керек. И мен там ішем. Өйткені мен ертеңгі күндерімді білемін да, ертең ар күні менің жұмыстарым бар. Маған ауруға особо уақыт жоқ. Содан кейін де мен бағанадай сіздерге хиджамаға да бардым. Мен қолыма да жаңағыдай нәрсені істетіп көрдім. Сосын мынау метабади деген бар тоже. Алдын ала тексерілу 125 мың теңге тұрады, чекап өтесің да, полный организміңді көресің. И соған байланысты, соған байланысты саған уже организміңда не жетпей тұр, қай жерде сенде кішкене андай қиындық болайын деп тұр, или қай жеріңмен сен ауырып қалуы мүмкін біраздан кейін, соны айтады. Жақсы ғой. Соған байланысты сен витаминдеріңді, тағы басқа нәрселеріңді аласың да. И солай следить ету арқылы деніңді сау болады, ал дені сау адам жұмысқа бейім болады, ал жұмыс болғаннан кейін сен жаңағы берекең де, табысың да болады. Вот. И кәдімгі былай айналады ғой солай өзі. Өткенде бір кісі келді бізге, мысалы, әйел кісі келді, шертпе өмірзақ бір 5 рет алдым мен дейді, шертпені алдым, бірақ бір айға жетпей қайттан бастап жатыр дейді. Мысалы, сұраймын, диетаңыз бар ма, жақсы сауатсыз ба десем, жоқ, диета, мен ештеңе жемеймін, диетамды как положено бар, менде сағат 6-тен тамақ жемеймін дейді. Сонымен екеуміз біраз сөзге келдік. Салмағы 82 килограмм екен. Ана кісі, мен сенбей тұрмын оған, диета сақтаймын дегенге мен сенбей тұрмын да оған. Бір шұқып жатырмын да ана кісіден ше. Диета сақтап жатсыз ба өзі? Қалай, не жеп жатсыз? Не, қандай, қашан жедіңіз деп сұраймын ғой. Бүгінгісін айтады, типа мен бүгін бір кішкене салат жедім. Ертеңгі күні айтады, сөйтіп ол мойындаған жоқ. Біраздан кейін күйеуі кіріп келді жаңа есіктен. Күйеуі мынандай жеп жіңішке. Сөйтіп ана тәтеге айтдым, сіз сөйлемей тұрыңыз, қазынадан сұраймыз. Жаңа көкенен сұраймыз. Содан көке, келіншегіңіз не жейді негізінде, диетасы бар ма деп сұрасам, қаяқтың дейді ол. Мына жерге дейін жейді дейді ғой ана кісі. Сонымен ана кісі күліп жіберді. Тәте деймін да, неге алдайсыздар деймін да, өздеріңіз алдап жатсыздар. Сөйтсем ана кісі көп жейді екен ғой. Енді дұрыс қой, тамақ жейміз диета деген нәрсе көп адамдар тамақ жемеу деп есептейді да. Тамақ жемейді, мысалы обедті жемейді, бірақ кешке көп жейді. Одан кейін асқазанын қорытпайды, мысалы таңертеңге дейін жұмыс жасайды. Сөйтеді да таңертең тұрған кезде оның басы ауырып тұрады. Мысалы қан айналымы жұмыс жасап жатыр, полный жүрек жұмыс жасап жатыр деген сияқты. Сосын көп адамдарда мысалы көп сеанс алады, ем алады. Бізде негізі мынандай нәрсе, диета деген нәрсе құртады. Жаңа біз айтып отырсың ғой, мен 3 мезгіл тамақ жеген кезде адамда энергия көп болады. Ол да жақсы. Енді аш қарынға не болатын болса, енді қараңыз, бізде жас кезінен бастап, ана кішкентай бала бар ғой, 1 жас, 2 жас болған кезде тамақ жейді ғой, сүттен бөлек. Жеп қой, күшті боласың дейміз ғой. Ананы жейді, уже өскенге дейін сол нәрсе келіп келе жатыр да қазір бізде. Өйткені тойып жеген кезде адамдар әлсірей бастайды. Адамның иммунитеті түседі да, содан кейін қан қойланып кетеді. Қойланған кезде давление болады. Ал сол давление мысалы қазір сол бала әкесі қой тамақ жеді, оның әкесі атасы бар ғой, ол да қой тамақ жеген екен, уже давление деген содан басталады. Неге? Өйткені қой тамақ жеген сайын адамның қаны қойланады да, и давление көтеріледі. И атадан балаға давлениеден келе жатыр деген сөз сол. Мен әкем қазір давление да қазір. Иә. Бірақ сорпа ішпейді вообще. Сорпа ішу керек негізі. Ішпеген ғой вообще. Первый, второй деген не үшін? Ол первый, второй деген ана сорпа ішкен кезде қаны сұйылады, ана қой тамақ и так жеп тоясың сен. Адамдарға бүйтіп айтамын, бір аптада 5 күн сорпа ішіңіз. Әсіресе сүйек сорпа, мынау бауырдақ деген жақсы шықты, мен өзім сол жақтан тамақтанамын, мұның сорпасы керемет, сүйек сорпа. Ол күніге соны ішіп отырамыз, жақсы, адамның қаны сұйылады. Кейбір кісілерден сұраймыз, сорпа ішесіз ба десек, жоқ, сорпа ішпеймін. 15 күнде бір ақ рет сорпа ішемін дейді. Енді қараңыз, қан қоюланып кетеді да, еще сорпа ішпейді, еще су да ішпейді. Су ішкен кезде қалай ішу керек? Біздер ана врач айтты, 1,5-2 литр су ішті деп айтамыз ғой, қылқылдатып тұрамыз ғой, ана ішу керек болды деп. Оны демалып, оттап демалып ішетін болса, адам денесіне сіңеді.
көрдіңіз ба? Қазір сіздің айтып жатқан нәрсеңізден көп нәрсе түсініп жатырмын ше, өзімнің былай жалпы өмірімнен жалпы қалай істеу керек дегенге. Мен де жаңағы әкем үйде сорпа ішпегеннен кейін бізде сорпа дайындамайды үйде. Сорпа дайындамаған, мен кішкентай кезімнен сорпа болса болды ішпейді. Сол үшін міндетті түрде второй дайындалады. Сорпа иногда айына бір-екі рет, может, бір рет сондай болатын. Содан давление көтеріледі мысалы. Соған менде қазір давление болғым келмейді кейін. Жаңағыдай да, сол үшін мен қазір көбірек сорпа көбірек ішуім керек. Енді қараңыз, мысалы көп адамдарда давление бар, бірақ ол кісілер не істейді, ол кісілер жылқы етін жейді. Жылқы етін жеген кезде адамның денесі қызады да, сөйтіп давление көтеріледі. Неге? Өйткені көп адамдар мысалы давление түсіреді деп врачтар береді ғой, кейбір адамдарға береді. Мысалы ол жылқы еті негізі мынандай. Біздің әкеміз былай айтатын еді. Жылқы еті негізі қыста жақсы. Қыста жеп жүрсең жаурамайсың. Жаурамайсың деген нәрсе ол дене қызып жүр деген сөз ғой. Иә. Дене қызады. Өйткені көп қазақтар бізде қыста жейді. Соғым басталады сол уақытта тұздап қояды да, сонымен жеген кезде қыста жаурамайды. Мысалы орыстарда сала жейді ғой. Тура сол секілді бізде қазақтарда жылқы етін жейді. Сол кезде адам денесі жаурамай жүреді, қызып жүреді. Неге? Өйткені қымыз ішсең давление көтеріледі. Оның еті де сондай. Давление ше жастарда да көбейіп бара жатыр ғой, байқалады бар. Кәдімгі 25 жастан бастап мен таныстарым бар, давлениесі бар уже. Қорқасын. 14 жасар бала келді, қыз келді бізде. 180-де 120 болып тұр давлениесі. Ол мынандай екен да. Жас кезінен бастап футболда ойнайды, баскетболда ойнайды, волейболда ойнайды. Сосын есейген кезде ананы қойып кетеді. Анау постоянно қан айланып жүрген кезде анау демалды, уже адамның состояниесі уже бұзылады. Қаны қойылып кеткен кезде давление көтеріліп кетеді деген ғой. Сода мысалы постоянно спортпен жүрген кісілер біледі негізінде. Спортты қойды ма, сразу салмақ қосады да и давление болып кетеді. Бағанағы мен айтып отқан бір танысым жаңағы 25-те давление болып отқан, ода тамақ көп жейді, жаман көп жейді. Сонда ол кішкентай кезінен жеп қой деп үйреткенді жей берген, сосын ол әдет болып қалып кеткен. Кәдімгі енді бағанағыдай, мысалы мен бағана тамақ ішемін деп жатырмын ғой, сонда да 90%-ке жеуге тырысамын. Ал бағана жұмыс кездерімде 80-75 сабақ өтетін кездерімде, өйткені энергия болу керек қой. Бағана көп болып кетсе энергиям азайып кетеді, тамақ көп жеп қойсам ше. И сеземін мен оны энергияны, біз ол туралы да үйретеміз жаңа деңгейде қалай энергия басқаруды. Вот. И бағанағы жігітте ойлап жатырмын да, тамақты да көп жегеннен болып кетті осы деп. Қараңыз, бізде мынандай нәрсе, тамақ көп жеген кезде адамның бойында мысалы холестерин деп айтамыз ғой, тамақтан бөлінетін жаңа қанға өтеді ғой, жаңағы қан пайда болады. И холестерин жоғары болған кезде, қан айланып қою болған кезде жүре алмайды. Біреулер айтатындай басқа кислород бармай жатыр, қан жүрмей жатыр. Ол сол нәрсе, тамырдың іші бітеліп қалады деген, холестерин деген нәрсе сол. Мысалы шетпе жасаған кезде холестерин алып тастаймыз біздер. Ол қоюған шығады. Өткенде біз бір әйел кісі тоже келді бізде, өлшеп келген ғой, жаңағы холестерин 7 болып келген. 7 деген ең жоғарғы нәрсе. Сонымен шетпе жасаған екен, и келесі сеанста келіп айтып жатыр да, өмірзақ өлшеп келген кезде 7 болған дейді. Шетпе алған екен, мен тағы өлшедім, 4-те 3-ке түсті дейді. Көрдіңіз ба? Сол үшін мына шетпе деген бұл холестерин азайтады. Жаңа жолдасыңыз айтсаңыз болады негізі. Оған сізге міндетті түрде келу керек екен. Бізде мынандай нәрсе ғой. Ол бір-ақ рет емес, бағанағыдай курс лечениеға алу керек. Әйел кісілер болсын, ер адамдар болсын, жаңа біз айтып отырмыз ғой, тамақ тойға барған кезде олар міндетті түрде жылқы етін жейді, қамыр жейді. Қамыр жеген кезде адамның қаны уже қойланып кетеді. Қойланған кезде адам денесі қызады да, сонымен жүре алмаған қан қойланған кезде тамырлар жіңішкеріп кетеді ғой. Еще анау қойылған жүрген кезде қысылады. Сол кезде давление болады. Мысалы, бір не болады ғой, су тартатын мотор болады ғой, шлангысын суға қойып қоясың да, и моторды қосып қоясың, мына жақтан су тартады. Дұрыс па? Енді ана жерде судағы моторда несін бар ғой, шлангысын басын қысып қойсаңыз, мына моторға зақым кетті. Тартып жатыр ғой өйткені. Тартып жатыр, бірақ ана жерде бармай жатыр. Барса да жай барып жатыр. Тура сол секілді жүректе сондай да қиналады. Мысалы, қан айланып дұрыс болған кезде жақсы жүреді жүрек, а біреулерде такикардия, жүрек тез соғады. Неге соғады? Өйткені қан айланып дұрыс емес, қиналып жатыр. Одан кейін мына сөзіңіз тоже өтті, қазір айтып ғой, көп нәрсе ойыма келіп жатыр деп. Менің басым көп ауыратын. Осыдан бір жыл бұрын, ровно бір жыл бұрын өте көп басым ауыратын. Балдарым бәрі біледі. Басың ауырып жатыр, неғып осы сен басың ауыра береді, неғып осы сен басың ауыра береді, сен тексерілсе дейді. Тексерілем, ештеңе жоқ. Тексерілем, особо басымды неге түсіргенмін ғой, мен татау көп ауырғаннан, не дейтін МРТ ма? Сондайға МРТ-ға түсіремін басымда.
нормально дейді басында бәрі, бірақ басым ауыра береді, мазалай береді мені ше. Мен жұмыс істегім келеді, жұмыс істеуге келсем басың ауырып жатса, қаяқтың дұрыс идеясы ештеңе келмейді ғой, соба басыңа дұрыс. И осыны былай шешілді ғой сол. Мен бір күні просто каким-то образом су көп ішіп бастадым. Мен өте аз су ішетін адаммын. Өте аз. Мен футбол ойнағанмын ғой бұрында. Футбол ойнап, соның арқасында су ішіп жүргенмін негізі. Соның өзінде балдардың арасында мен ең аз су ішетін бала тұғым, который типа терде аз шығады, менде и шөлдеуім де қиын, и суды аз ішемін. И осы бір жыл бұрын су көп ішіп бастаған едім. Азында тұрып ішемін, обедте ішемін, любой ситуацияда су ішемін, короче. Көп су ішіп бастадым, басым қойып кетті ғой. И мен ойладым, өзім сол кезде бүйтіп ойладым, мен су көп ішкеннен басым қойды деп. Иә. Негізі оған да әсер етіп тұр ғой. Әсері бар. Адамның денесіне 80% судан тұрады негізі. Мысалы, біздер жылқы етін жеуге кеңес бермейміз. Сосын қойдың еті. Олар тоже холестерин жоғары болады. Бірақ мынандай нәрсе, сиырдың етінде су жақсы болады деген. Мысалы, сиырдың етінде не қылатын болсақ, сиырдың етінде 80% судан тұрады. Мысалы, өткенде Бекболат ет бар ғой жаңа. Подкастта көрдім ғой, сол айтып жатыр ғой, жаңа видеосын қарап қалсам, сиырдың етінде 80% судан тұрады. Сонда біз су сатып жүрміз ба дейді да. Соған мен мынау нәрсе бізге керек екен дедім да. Қараңыз, сол ғой, сиырдың етін көп жейтін болса, ол еще салқын ғой. Бірақ мынандай нәрсе ғой, көп нәрсені көп мөлшерде қолданатын болсаң, жаңағы сиырдың етін болсын, жылқының етін болсаң, ол бәрі зиян. Өйткені зиян болады. Суды көп іше берсең де болмайды ғой, өйткені бүйрегің приступ береді ғой. Сол сияқты өзінің нормасында ішетін болса жақсы болады. Енді мынандай нәрсе, тоқ бала мен аш бала ойнамайды деген негізі басқа нәрсе ғой. Мен былай келтіремін. Егер сен тойып тұрсың да, бірақ сенен әлсіз адам бар, бірақ аш болып тұр. Екеуің төбелесетін болсаң, қайсы жеңеді деп ойлайсың? Аш адам жеңеді ғой, өйткені сен тойып тұрсың, қимылдай алмайсың ғой. Тура сол секілді адамдар мынандай. Біздің қазақта негізі мынандай болады екен. Жоқ, қазақта деп қой, әлем бойынша мысалы ораза ұстаған кезде өлім саны азаяды деген. Неге? Өйткені сен ораза ұстайсың, организм тазарады. Аллах тағала өзі соған адамдарға не қойып қойған сияқты андай бір жеңілдік. Өте мықты нәрсе. Мысалы, соның өзі организм тазартады деген да. Мысалы, бір ай 30 күн ораза ұстайтын болса, адамның организмі тазарады, асқазан жеңілдейді, иә. Мысалы, ұйқы да реттеледі. Мысалы, көп адамдар оразадан кейін рахмет айтып отырады. Я күшті болып қалдым, жеңілдеп қалдым, азып кеттім деген сияқты. Бірақ одан кейін уже басталады тамақ жеу. Жаңағыдай статистика бойынша жаңағыдай әсіресе ораза кезінде өлім саны азаяды деген. Әр айттың өзінің орын нелер бар. Где-то 100% өлім болса, оразада бір 50%-ге дейін түседі деген почти. Сол үшін аш қарында болатын болса, жақсы көмектеседі негізі. Ораза бойынша қараңыз, алдында естідім да мынандай факт. Японский ученыйлар дәлелдепті. Қазір мынандай бір подсуда шықты ғой, естіген болсаңыз, 3 күн голодание деген. Бір атын ұмытып қалдым ше. 3 күн голодание дейді екен. Тек қана су ішеді екен. И бір нәрсе ішеді екен, сондай бір белгілі бір нәрселері бар, сұйық. И 3 күн тамақтанбайды. И сол 3 күн шыдап бергеннен кейін бірінші күн, екінші күн уже более-менее болады екен, энергия тоже. Үшінші күн қиын болады екен. Стресс болады. Иә, одан кейін барып уже кәдімгі энергия келеді екен. Кәдімгі түрлерінің реңі кіріп, кәдімгі көздері ашылып, там түрі нұрланып кетеді екен. 3 күнде. Кәдімгі дәлелденген факт, кәдімгі ғылыми түрде ше. И тура жаңа сіз айтқан ораза Алланың бізге берген сыйы ғой. Сыйы. Сондай нәрсе екен ғой. Ана жерде 3 күн бойы ештеңе жемеу керек болатын болса, бұл жақта жаңағы 12 сағат па кешке жейміз ғой енді. Бірақ 30 күн продолжаться етеді да. Сонда оның эффекті менің ойымша бағанағы 3 күннен де жоғары болуы мүмкін екен адамның денсаулығына, өміріне ше. Вот, сондықтан да мынандай нәрсе ғой. Мысалы, аш қарын болатын болса, организм өзін емдейді. Мысалы, іште құрт болуы мүмкін, иә. Жүрек өзін емдейді, асқазан өзін емдейді. Сол кезде былайша айтқанда майын жейді ғой бір-бірін жаңағыдай. Сол кезде адамның организмі жақсарады. Мысалы, өткенде бір кісі келді маған, апа. Өміржақ дейді, больницаға 10 күн жаттым, больницадан шыққанға дейін жақсы едім дейді. Бірақ шыққаннан кейін қайттан бастады дейді. Мен сразу айттым, диетаңыз қалай сізде десем, сол күнделікті тамақ қой дейді, лағман жейміз, плов жейміз деген сияқты. Ал ана больницада қалай берді десем, ол жағын тамақтар онша емес екен. Тұзы жоқ, дәмі жоқ, сондай нәрсе. Наоборот, сіз содан жақсы болып жатсыз деймін да мен. Ана бірақ жамандап қойды ол кісілерді. Мысалы, больницаға бардым, олар уақытша екен дейді да. Енді қараңыз, асқазанды мысалы көп тамақ жейтін болса адамдар ауыра бастайды. Мысалы, организм мысалы аш қарында болатын болса, организм өзін емдеген кезде уже иммунитеті көтеріледі, полный жаңа энергия да көтеріледі деген да. Сол жаңағы нәрсеге келіп отыр. Мысалы 3 күн аштық деп жатыр ғой. Оны 3 күндік бар, 1 апталық бар. Енді ол бірден 1 апталық істей алмайсың. Сен бірінші 1 күн ұстайсың, одан кейін 2 күн ұстайсың, сөйтіп кете береді.
А егер 3 күн 4 күн ұстайтын болса адам шокқа түсіп қалады. Оны жаңағы өз сол саланың эксперттерімен ақылдаса отырып жасайтын нәрсе ол. Ол өзің істейтін нәрсе емес 3 күн деген вообще. Негізі ше имейте в виду, қазір естіп алып, сұмдық деп ойлап қалмаңдар құрсын. Әрқайсының өз маманы барған дұрыс. Жалпы бұл шертпені енді жасап жатсыз ғой, енді 40 мың адам деген өте көп, негізі опытыңызға әңгіме жоқ. Сол вообще болған қанша уақыт кетеді осыны үйренемін деген желающий адамдар болатын болса? Үйренетін кісілерге біз 2 күнде үйретеміз. Бірақ 2 күннен кейін біреулер бар, есім шығып кетті дейтін болса, ол келе береді. Мысалы, бір аптаға дейін, бір айға дейін жүре берсе бола береді, біздің қасымызда жүріп үйрене береді. Негізінде 2 күнде үйренуге болады. Бірінші күн теория болады, екінші күн практика болады. Сонымен тез үйреніп кетуге болады. Жақсы, оны үйрену тез. Жалпы вообще осы шертпемен заниматься ететін енді көп адамдар бар ғой, осы мүмкін білетін, осы салада жаңағы сол салада оқыған дейік жаңағыдай. Олар енді бұл салада қанша ақша табуға болады негізі? Мен өзім шәкірттерімді айта аламын да, негізі. Бақыт Ангина деген менің алғашқы шәкірттерімнің бірі. Ол қазір айына почти 2,5 миллион табады. Одан көп болмаса. Таза табыс. Таза табыс. Оның інілері де бар, тоже жасаватыр. Қазір менің інім де қазір айына где-то 1,5-2 миллион табады. Осы салада. Мен қазір полный көрсетіп беремін, қалай жасаватырмын бәрін. Ол соны жасап жүр қазір. Інім бар, жаңағы шәкірттерім бар деген сияқты. Сосын әйелдер де бар. Бізде мысалы Бақыт деген өзімнің шәкіртім бар, Жезқазғанда тоже. Ол тоже үйренген, тура біздер сияқты ол қала аралап жүреді. Негізінде көбісіне мен айтам, отыра бергеніңіз дұрыс, бір қалада, қай жерде болса да. Адам сол жерге үйренсе, ол адам келеді. Біздер негізі бүкіл Қазақстан, мен өзім арманым бар еді ғой, кезінде Қазақстанның бүкіл қаласын аралап көрейінші деген сияқты. Сол арманға да жеттік, одан кейін бәрін көргеннен кейін не істейсің? Бір жерде Алматыда келіп отырмыз қазір. Алматыға келіп орналастық. Жалпы осы шертпеден қорқатындар бар да, ең адамдардың кемеуі осы шертпеге, осы салаға кемеуі, үйренбеуі, немесе вообще шертпе қабылдамау, хиджамаға кемеуі ең үлкені қорқыныш болуы мүмкін. Бұларға не дейсіз? Мынандай нәрсе ғой, мен көп балаларды көремін да, мысалы медицинский колледж бітіріп алсын, универді бітіріп алсын, мысалы ақша жоқ дейді, мысалы бір жерге кіріп алады, мақұл 200-150 мың теңге айлық табады, ары кетсе 300-500-ге дейін табады. Мына салада негізі ақша көп. Енді ниет дұрыс болу керек та, өйткені ақша табамын деген нәрсе емес, адамдарды көп емдеймін, көп адамға көмектесемін деген нәрсе. Сол үшін қорқатын түгі жоқ. Мысалы, қаннан қорқатын болуы мүмкін да, мысалы. Оларға мен айта аламын, үйренесің. Барлық нәрсеге үйренесің негізінде. Мысалы, адам не дейді? Аштыққа да үйренеді ғой негізінде. Аштыққа да болсын, су жоқ болса да үйренеді, бірақ енді ол аз-аздан. Диетаға да үйренеміз, оразаға да үйреніп кеттік қой, басында қиналамыз, одан кейін арқа жақсы болып кетеміз. Тура сол секілді әрқайсының өзінің саласында өз қиыншылықтары болады. Соны үйреніп, бәрін үйретеміз, қалай жасау керектігін, полный, қалай оқу керектігін, қалай адамдарды зерттеу керектігін бәрін үйретеміз. Ол ары қарай уже бізді көріп. Сонда мынау медицина саласында жүрген жастарға, медиктерге, осы саланы оқып аяқтап жатқандарға бір керемет жалпы сала ғой негізі. Қорқпайсыз ба, осындай адамдар қазір келсе оқытатын болсаңыз, жаңа конкуренттерімді көбейтіп аламын деп өзіңізге? Наоборот, қуанамын. Неге? Өйткені анау пәленше өмір жақын шәкірт десе мен қуанамын. Бір пациенттер келеді. Пациенттер келген кезде ангинамды жасап, бір кісіні емделдім деп айтқан кезде біз сұраймын, кім деген кісі? Бақыт деген десе, ол менің шәкіртім ғой деп қуанып қаламын сол кезде ше. Сол кезде олар да не алады, бұл ұстазына келген екен ғой деген сияқты ше. Айтып отырмын, әрқайсының өзінің саласында, әрқайсы өзінің жаңа несібесі бар. Солай бүкіл Қазақстан мен емдей алмаймын. Қазір қанша 20 миллион халық болса, оның бәрін мен бір өзім жетпеймін. Сол үшін жаңа бара-бара бұған жаңа халықта үйреніп, халықта бара-бара өзіне көңіл аударып, осы хиджамаға келуі көбейіп жатқан сияқты? Көбейіп жатыр, қазір көп адам осыған өтіп жатыр. Неге? Өйткені кезінде осы емделген кісілер бар, мысалы айтқан 20 жыл болды, 30 жыл болды, 40 жыл болды деген 80-дегі апалар келіп айтатын сол кезде. Сол кезде олар жас болған екен, бір 15 жасар, бірақ оның өзінде апалар, аталар алып жүрген екен да. Бұл халықтың арасында болған екен, бұл халық бекерден бекер таңдамайды бұл нені. Өйткені эффект болған екен, осы шертпені жасап жүрміз қазір. Бірақ мынандай нәрсе, уақытылы алса вообще керемет болады. Біреулер бар, мен көбісін көрем, ақпарат бермейді деген. Мысалы, шертпені біледі, тиісуді біледі, бірақ ақпарат бермейді. Просто олар андай самоучкада видеодан көріп алады, маңдайдан тиісуді біледі да, болды, арғы ештеңе айта алмайды деген олар. Біздер келген кезде толықтай түсіндіреміз, қандай диета сақтау керек, қалай жүру керек, қалай жұмыс жасау керек деген нәрселердің бәрін үйреткен кезде ана адам бізге разы болып кетеді. Рахметін айтып кетеді.
сол үшін толықтай білген дұрыс негізінде. бұл саланы, иә. Иә, мен мысалы мынандай болдым да, мен 3 ұстазым бар мысалы да, әр қалада оқыдық, бірақ әрқайсысы әртүрлі айтады. Олардың айтқандарының бәрі дұрыс, бірақ енді оның бәрін біздер өзіміз бойымызға сіңіріп алдық, айтып алдық та, енді мен солардың бәрін беруге дайынмын. Адамдарға жалпы осы салаға үйренгісі келетін болса. Иә, үйренгісі келетін болса. Одан бөлек өзіңіз қазір тек қана сол бүгін жұмыстан келатсыз ба жаңа? Жұмыстан келе жатырмын, иә. Бүгін қанша клиент қабылдадыңыздар? Бүгін бір где-то 15-дей болды ғой, негізі 15. 15-дей клиент қабылдадыңыз? Жоқ, 15 курс болды. Негізі мынандай болды, мысалы 7-8 адам келеді, оны шертпегімен хиджама жасаймыз деген сияқты. Иә, екеуін бірге жасайсыздар. Иә, екеуін бірге жасаймыз. Сол кезде 15 процедура болды. Процедура, иә? Иә. Сонда сіз бүгін бізде подкаст сағат 3-4-де болып жатыр. 3-ке дейін сіз жолыңыз бар 1 сағат. Оған дейін обедке дейін былай айтқанда 15 процедура жасап. Мен мынандай болды, бір сағаттың өзінде бір 10 адам, 15 адам қабылдай аламын. Неге? Өйткені адамдар бізге келеді, басқа қаладан келген кезде почти бір сағаттың ішінде бір 15 адамға дейін қабылдаймыз. Өйткені шертпенің уақыты бір 15-20 минут. 3-4-ін отырғызып қоясың, ол 15-20 кетеді, тағы 3-4-ін отырғызасың, сөйтіп бір сағатта почти 15-20 адамға дейін қабылдауға болады негізінде. Негізінде, иә. Жақсы, сонда былай есептеп, если по деньгам считать ететін болсақ, 15 процедура бір где-то 15 мың теңгемен, иә? 15 мың теңгемен. Сонда бір 200 мың теңге до обеда әшейін жасалынып жатқан кәдімгі подкаст күні. Өте жақсы. Если мен бизнес ретінде қарап жатырмын, халқым бизнес жағынан да қарап көріп жатырмын, по цифрам тоже. Сосын мынандай айтайыншы, мен көп кісілер мынандай да, мысалы хиджаманы үйреніп алдым, шертпені үйреніп алдым, бірақ жұмыс жасай алмай жатырмын деп айтады, мысалы көбісі. Жұмысқа алыңызшы деп айтады да бізге. Жұмыс жасауға болады, бірақ енді мен қазір только өзімді қазір дамытып жатырмын. Енді дәл ары қарай жұмыс жасағым келеді, өзім жаңа личный бренд деген сияқты. Қала бойынша мен аралап шаршадым қазір. Неге? Өйткені бала шағаң бар деген сияқты ғой, иә. Сол үшін көп кісілерге мен айтарым, жақсылап үйреніп алған екен, мына Инстаграмды үйрену керек. Мен осы Инстаграм, Аллахың қалауымен Инстаграм менің былайша айтқанда сол көтеріп берді. Былайша айтқанда себепкер болды. Мысалы, видео сала беру керек. Видео не істеп жатсың, сала беру керек. Ол сол видеодан мысалы жеке бренд деп жатырмыз, жеке бренд дамытатын болса, адам уже жақсы табысқа жетеді. Ал басқа қалаларда мысалы үйреніп келіп сізден да бәрін біліп, өз қаласында кәдімгі өзінің бір точкасын ашқысы келетін адамдар болатын болса, оларға қандай бір мүмкіндіктер бар ма жұмыс жасауға сізбен? Жұмыс жасауға болады, иә. Бізбен мысалы олар үйреніп алып өздері қалаларын аша ала ма, немесе сіздің бір филиалыңызды, немесе сізбен партнер болып өз басқа қалалардың ашуға мүмкіндігі болады? Басқа қалаларда болатын болса, негізі ашуға да болады, или өзін жеке дамыса да болады, мысалы. Екі вариантта бар. Екі вариантта бар, иә. Жалпы сөйлесіп көру керек. Иә, енді несіне қарайды ғой, жаңа сөйлескенімізге қараймыз. Олар өзінің мақсатын біліп алу керек бірінші. Егер жоқ, сіздікімен жасаймын дейтін болса, біздікімен жасай бер. Бізде уже видеолардың бәрі дайын тұр, бәрінде. Біреулер бар, жоқ, мен өзімдікін ашқым келеді дейтін болсам, оларға да бөлек айта аламыз, түсіндіре аламыз деген сияқты. Уақытыңызды бөліп та, мысалы, бағанағы шертпеңізді де өзіңіз істеп, мысалы, жаңа 15 клиент қабылдап жатсыздар ғой енді. Одан бөлек бағана обучениеңіз бар, одан бөлек Инстаграмыңызға күніге контент саласыз. Қалай уақыт тауып жатсыз? Қалай кәсіпкерлер уақыт таппай жатыр осы видеолар түсіруге, жаңағыдай жасауға? Так, жоспар ғой негізінде. Мысалы, кеше біз видео түсірдік, тоже 2 сағат уақыт алдық та, сонымен енді қасында көмекшілерім бар мен. Сол көмекшілер 2 сағатқа қалдырып кетемін. Келіп жасата береді. Олар да мені үйреткен екен, оларға мен сене аламын да. Өйткені мен өзіме де жасатып жүрмін шертпені. Соларға олар жасап жатқан кезде мен 2 сағатта барып түсіремін де, соны қайтып келемін. Рилстар түсіріп аламын да. Бір түсіргенде бір 15-30 рилстар түсіреміз. Соны күніге біреуден салып отыра береміз. Анау видео дайын тұра береді күнде. Бір видео қыздар бар, өздері дайындап береді, соны салып отырады. Олар өздері салады негізінде. Мамандармен жұмыс істеймін десеңізші, мамандар, әрқайсының өзінің мамандар бар. Таргетолог бар бізде, видеогруп бар бізде. Сосын жаңағы сөйлеседі. Менеджерларымыз бар. СММщиктарыңыз бәрі бар, соларға. Просто келесің, жасайсың. Мысалы, қазір шетпе жасаған кезде көмекшілер бар, олар дайындап береді. Маңдайын бір тесесің, болды, сонымен жүре бересің деген сияқты. Жақсы. Сосын андай жаңа обучение деп жатыр ғой. Мен өзім көп жерден оқыған кезде де олардан қайтып сұрауға ұяласың. Мысалы, мына жерде үйретіп па дейтін болса, болды, обучениенің ақшасын төледі, қайттан оқи бересің деген сияқты болады. Бізде мынандай нәрсе келеді, есінен шығып кететін жағдай болса, қайттан келіп оқи береді бізде. Мысалы, сонда бір үйренген адам, сіздерге бір рет үйренуге, білім алуға ақша төлеген адам, постоянно сіздерден келіп сұрай берсе болады. Үйреніп кетсе де болады қайттан. Егер есінен шығып кететін жағдай болса, қайттан үйреніп кетеді мысалы. Онда кәдімгі доступ на всю жизнь деген да, иә?
ондай офер көбісінде жоқ негізі. Жақсы ұсыныс негізі. Бір үйренді, ары қарай любой кезде өзінің білімін шынықтырып сіздерден сұрап жүре берсе болады. Ары қарай бірге дамысақ та болады негізінде ше. Сол ғой, негізі көп адамдар бір жерге барған кезде оқиды, оқығаннан кейін ол есіне шығады да, ол қайттан сатып алуға немесе қайттан баруға ұялады да, сол саланы тастап кетеді. Мен ойлаймын, адамдарға самый главный осы шертпе жасауға, хиджама жасауға бір үндеу жасай алдық деп, бағанағы машинаның майын ауыстырған құсап, қанымызды ауыстырып тұрсақ жақсы ғой, соған да ақша құртып. Әйтпесе майын ауыстырасың ғой, қанша? Бір 50-60 мың. Мынандай нәрсе ғой, негізі қазақтар тойға баратын кезде ақша тауып барады ғой. Бірден алатын кезде кредит алады, или денсаулық келген кезде көбінесе мен ақшам жетпей жатыр дейді да, мен айтамын да, бұл денсаулық қой, бұл денсаулық. Бірдеңе тапсаңшы деймін да мен. Кредитке болмаса жаңағыда бірдеңе алатын кезде кредит болмасын айтып ақша табасың ғой, жол жоспарыңды заңдап тұрып, болмаса кредит алып жүресің десем күледі ана кісілер ше. Содан кейін барып алады ғой жаңағы процедураны ше. Мен айтамын да, басқа нәрсеге кредит аласың, бірақ денсаулық келген кезде қиналасың деймін да. Алса досымнан ал, ертең алып беремін, тауып беремін деп. Денсаулығың ол бірінші орында ғой. Бірінші орында. Бәрінен бірінші орын сол денсаулық екенін бәріміз білеміз ғой енді. Сондықтан да денсаулығымызға көңіл бөле алайық, ақша құрта алайық, чтобы біз денсаулығымыз мықты болып, ақшаны одан да көп табу үшін. Хотя бы. Вот. Сондықтан да өте маңызды бұл халық емі. Өмекеңе үлкен алғысымды айтам. Бүгін уақыт бөліп, осында келіп отқандарыңызға, уақытыңызды бөліп бір жарым сағат, осы жерде халыққа пайдалы болып жатқаныңызға кішігірім сыйлық болсын бізден. Осы уақытқа негізі сізге сыйлық бермеген екенмін. Мына жерде мындай нәрсе. 100 000 теңгелік сертификат подарочный. Ой, рахмет. Массажы бар, хиджамасы бар. Қабылдауыма болады. 100 000 теңгелік. Мен сонда Құдай қаласа хиджама алып кете аламын. Шертпе аламын, қолымны тағы бір ангинама бір не қыласам болады, бір жыл болды қойып кеткен. Массаж да бар. Рахмет, үлкен өмеке. Үлкен рахмет. Жалпы, халқым, елім, жұртым, бүгінгі подкаст керемет болды деп ойлаймын. Денсаулыққа өте пайдалы болды деп ойлаймын. Энергиямызды көтеруге. Өмекеңе тек қана алғысымды айтамын, және де өмекеңмен байланысу үшін барлық нәрселерді, жаңағы информацияның бәрін осы подкасттың астына, Instagram парақшасын, жаңағыдай дәл қазіргі жұмыс жасап жатқан шертпені қабылдауға болатын жердің менеджерлардың номеріне, және де өзіңіздің ассистентіңіздікінде қойып қоятын боламыз. Барлық сұрақтарыңыз бойынша өмекеңе обращаться ете берсеңіздер болады. Всегда жауап береді, қабылдап алады. Алматы қаласынан болсаңыздар, міндетті түрде өмекеңнің өмірзақ шертпе, қандай еді? Өмірзақтың шертпесі. Өмірзақтың шертпесіне келіңіздер, міндетті түрде келіңіздер, қабылдаңыздар, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Өмеке тағы бір не айтасыз? Так, мен қараңыз, өмірзақтың шертпесі адамдар күлуі мүмкін ғой, негізі. Бұл ана кішкене креативный да. Неге өйткені? Күшті, маған ұнайды. Мысалы бізде жазылып тұрады, өмірзақтың шертпесі деген кезде бір адамдар қарайды да, күледі. Шертпесі деген кезде біртүрлі ғой, шертпе деген ол не деген нәрсе. Сол сияқты бір кішкене креативный қойғанбыз. Бірақ негізі өмірзақ хиджама ғой негізінде. Бірақ основной шертпе жасаған кейін өмірзақтың шертпесі деп қойдық. Әдемі, менің ойымша өте күшті. Жаңа жаке тауып деген сияқты ғой. Бір нәрсемен ассоциация да, өмірзақтың шертпесіне лайық деген сияқты. Сондықтан да, ребят, бүкіл информацияның бәрін осы подкасттың астына қалдырамыз. Сыйлыққа өмекеңе рахмет айтамыз. Бүгін уақыт бөліп келгеніне. Подкастты соңына дейін көрген адамдар болатын болса, ребят, давайте астына лайк басайық, комментарий жазайық, бір-бірімізге, достарымызға, таныстарымызға, кімге пайдалы болады деп ойлайсыз, бәріне жіберейік. Және де давай өмекең екеумізді отметить етіп, күшті отзыв, жаңағыдай не дейтін еді, осы подкасттан түсінген мықты бір инсайттарын жазған адамдарға, бір 3 адамға сертификат берсек. Давай сөйтейік онда. Бере аламыз ғой, онда өмірзақтың шертпесінен осы подкастты көріп, инсайттарыңмен бөлісіп, подкастты скрин жасап, Инстаграмға салып, өмекең екеумізді белгілейсіздер, солай сала бересіздер. Соның арасынан 3 адамға біз өмекеңнен қанша теңгелік сертификат бере аламыз? Так, 50 000-нан берейік, 50 000-нан 3 сертификат. Мынандай нәрсе ғой, кейбір адамдар бар, әке шешесін алып келсе болады. Егер ауыратын болса, болмаса өздері келсе. 50 000-ға кәдімгі бір 3 процедура келеді ғой. Сондықтан да оны қалай пайдалансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Тек подкастты көріп, инсайттарыңызды Инстаграмға желісінде бізді белгілеп бөлісу керексіздер. Шарты сондай.
өзіңіз таңдап аласыз. Таңдап аламыз. Болды, рахмет. Бүгінгі подкастқа рахмет, бүгін көргендер рахмет. Сау саламатта болыңдар, міндетті түрде тіркеліп алыңдар. Кездескенше.